қазақстандық шоу-бизнестің жарық жұлдызы Мадина Садуақасова елімізде өршіп жатқан індеттен әбден қажығанын жасырмады. Өнер иесі күніге бірінен соң бірі таныстары қайтыс болғаны туралы қаралы хабар естуден шаршаған. Оның үстіне бүгінде әншінің жақын құрбысы да бұл аты жаман аурумен арпалысып жатқаны белгілі болды. Мадина Садуақасова жақын құрбыларының бірі қатерлі індетпен барынша күресіп жатқанын айтты. Ең сорақысы, науқас келіншектің ішінде 6 айлық баласы бар болып шықты. Өнер иесі құрбысы мен оның әлі дүние есігін ашып үлгермеген сәбиі үшін аса алаңдаулы. Таңғы сағат 4-тен 23 кетті. Ұйқы жоқ. Мына індет жаулап бара жатыр. Ауруханаларда орын жоқ. Bir жақта жақының ауыр халде, оған дәрі-дәрмек іздеумен жүресің. Ауылдан Үміт апаң қайтты. Ұстазың Қаракөз апайыңнан айырылдық деген суық хабар бірінен соң бірі. Оның үстіне Кеңес Дүйсекеев ағамыздан айырылу бүкіл қазақ үшін тау құлағандай өте ауыр қайғы. Дәл қазір өте жақын құрбым мына індеттің кесірінен өмірімен арпалысып жатыр. Ішінде 6 айлық баласы бар. Аллам сақташы тек. Есеңгіретті ғой, шаршатты. Жылатып әлсіретті құрғыр індет. Не пәле бұл өзі? Емі де жоқ. Қалай тоқтатады бұны? Қашан тоқтайды? Тек Алладан күнде адамдардың амандығын тілеудемін, деп жазды Садуақасова Instagram парақшасында.